Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен жер бетіндегі соңғы адамның 4-ші сезонның 7-ші, 8-ші, 9-ші серияларына шоу жасаймыз. Кино басында балабақтың көріп отырған әйелдердің көңіл күйін күйдірге келіп күйдіреді. Алдыңғы серияда оның ішінде бомба жасырынған деген кубикті құрастырып алса, ол әдеттегідей өлмей қалады. Назар аудармаған соң, жігіттер қарасаңдаршы десе, біз әйелміз, неге оны айтасың десе, көтке кіру басталып, болды, көре тұрыңдар, осыдан бастап қыздар сөзін қолданам десе, Мелисса қайттан басталды ма деп ойымызда оқиды. Су жаңа әке өзінде енді қыз деп айтамын деп шығады. Шыдай алмайды деп ойлайсыңдар ма? Мен әрқашан сөзімде тұрамын, білесіңдер ғой? Әрине. Мұнда балажан Тод Эрика бөпесін алып кеткен соң, не істеймін десе, Мелисса оған Джаспермен ойнасай деп ой салады. Еркек ұялшақтайды. Кэрол өзінің типа анасы Гейлге неге Эриканың баласына қарап өзінің шынайы немерелігіне қарамайсың деп ызаланады. Ал Эрикаға барса, ол да көттірсіп не олай айтады деп, сол әйелдердің ұрыс-мырыстары басталып кетеді. Балажан тақырбас өзі бала сияқты үні шықпайтын Джасперге келіп, может, поиграем во что-нибудь? Нет, ты, конечно, можешь отказаться. Ойнайықшы деп алып кетеді. Тенди келіп, әйел баласына жау үшін әйелше сөз тіркестер қосып сөйлей бастайды. Мелисса деп бізге осы қылықтарда қалай шыдап жүрсіңдер деген сияқты түр жасап олады. Редко творят ее историю. Екі ортада Гейл әжеретінде мамалары сілекелері ағып ұйықтап жатқанда балаларына қарау керек болады. Тенди болса әйелдерге жаққысы келгені соншалық қолындағысына әйелдерді мақтап жазып қойыпты. Күн шықса, неткен әдемі күншек пен қайырлы таным кәдеп көтін жыртады. Кешке отырыста гитара алып енді бір әдемі ән айтады ма десек, әдеттегідей оны көтке айналдырып мыршып кетеді. Тот болса енді папасы сияқты емес, бауыры сияқты Джасперге неге мен сияқты киінбейсің деп ренжиді. Аяғында Эрика мен Кэрол Гейл біздің ортақ анамыз бола салсыншы деп татуласады. Ал Джаспер оны жылтырбас ағасы сияқты киініп шығады. Сериал біткенде де оның мыжың дауысы өшпей айтылып тұрады. Грудное кормление в любом возрасте. Кейін шөлейтте бір жирафтың, ойыншық жирафтың басы көрінеді. Бірақ оны кім алып келе жатыр дегенде бір көлік көрінеді. Ішінде бір жаңа кейіпкер шығар деген ойда болсаңыздар, бірақ аналардың үйіне келгенде Тодтың реакциясынан анық болады. Бұл осындағылардың біреуі. Біздің қара торы інішегіміз. Іште Мелисса тып-таныш адам сияқты ешкім білмейтін жерде кітап оқысы келіп еді, анау нефті шаптырып жүгірмек келіп, бір секунд болсын тыныштық бермей бір сәт алып кетеді. Тендидің өзі сияқты әйелі өзінің анасына секси әже деген киім алып келіп береді. Мұнда біздің аюымыз Джасикпен онымен ойнамай қойды деп қабағын жасап алады. Өйткені қанша тырысса да Джасинек оны тыңдағысы келмейді. Кэрол Эрикадан менің қызым бойжеткен болса Джасперге берем деген естіп алып еді. Ойбай, сойбай, менің балаларымды кімге үйлендірем деп бас ауырып, Джасикті кішкентайынан бастап қыздармен дос қылмақшы болады. Эрикаға келсе, қарағым, жай әзілі не қуып деседі. Гейлге айтса, Кэролдың логикасын түсініп бағуға тырыспай қой деп тыныштандырады. Кейінде Кэролдың қыздарын бояп қойғанын көріп, мынауың есі дұрыс па деген ойға келеді. Әйелдерден шаршарсаңыздар, мұнда мұрт пен сақалдың кездесуі болады. Тод Джасинек мені тыңдамай жүр десе, барлық нәрсенің қас шебері мырзамыз оған кеңес бермекші болады. Бала тыңдамаса, былай жаза деп көтін жыртып, түкіргін шашыратып, қыздарған түрімен аузына келген айтып, міне осылай айт досым деп көптің көргенін кеңесін береді. Эрика Кэролға келсе, жаным-ау, сенің қызың шансы жоқ, менің қыздарым Джаспермен жақсы достасып алды десе, ол қызғанып көрсетем саған деп Джасперге қызымен келеді. Сөйтіп жігітке талас басталады. Эрика оған машина берсе, Кэрол ана жақтан екі қызының ортасына магнитофон қойып жай қарап тұр. Джасинек болса, ол әйелдерге де Тодқа да мән бермей өзімен өзі ой бала. Мұртпет Тендидің әлсін қолданып ұрыспақшы еді, нерві де қимылдамай кетіп қалады. Оның орнына Мелиссаға келеді. Сол арада Тенди Тодқа не болды әдісім десе, құрып кете, әдіс деп қояды ғой деп мұрты ұшқанша айқайлайды. Барлығы Джаспердің көңілін таба алмағанына қапаланып ұрсады. Мелисса келіп, бастарың дұрыс па? Балаға жабылып үркітіп қойыңдар ғой, кешірім сұраңдар десе, ол тайып қалған сыңайлы. Звездец.
Сөйтіп оны іздеп жүріп, бір түрмеден дауыс шықса сонда аттанады. Сөйтіп оның ішінде тағы да жөн үңгірден шыққандай адам бар екен. Кейін соның өмірбаянына ауысамыз. Ресторанда бір әдеміше келген қызға келгенде біреу оған мыңғырлап, қыз да оны жақтырмай, официант келіп оны қандай тамақ алып келейін десе, қоя бер, тамағым алдында отыр деп, картоп жардың деп ойлап отырады. Қыз деп өтіріктен біреуге қоңырау шалып, кешір, өтіріктен қоңырау емес, кеттім деп жоғалып қалады. Еркек болса үйіне келіп тоңазытқыштан тамақ алып, басқа тоңазытқышын ашса, ішінде адамның қолы мен басы жатыр екен. Азанда ол түк болмағандай телефон сөйлесіп тұрып, микроволновкаға салып алған байқаймыз. Сосын итімен жүріп оның үлкен дәретке отырғанын көріп, сүйсініп тұрып, үйіне қараса, оған полицейліктер жетіп келгенін көріп, жай сатып қалады. Кейін оны іздестіріп жатқанын көріп, сол жерде біреуді тоқтатып, Да, неплохо, знаете, я тут на днях. Мексикаға тайып қалады. Ол жақта ол анасына қоңырау шалып, менің бұлай болғаныма әкем кінәлі деп, суреттер сатып алып, өзінші суретші алып көрсетіп, бір баланың суретін салам деп, ішке кіріп, пышақ-мышақтарын дайындап кірсе, ол оның кім екендігін біліп алып, көтін жоғалтыпты. Масқара деп хоtelге қоныстанып, бұны тоқтату керек деп, ертесіне сасып ұйықтап жатқанда полицейлер келіп қолдарына түсіреді. Bir қарасаң, тендеге құсап кетеді қылықтары. Кейін куәгер оны тануға келіп, үшеуі де сөздерін айтып, анаған келгенде куәгер, "Я, осы" деп бірден көрсетіп, келесі кадрда оның темір тордың артында жатқанын көреміз. Түрмеге түсіп, керемет сурет салып отқанда, аяқ асты құлап, оны адамдар алып кетіп, кейін іште өзгеруге бет бұрып, кітаптар оқып отқан еркек сыртта бір вирус пайда болғанын біледі. Сол уақытта ол тек алманы салуға мәжбүр болады. Өйткені күзетшілерден басқасының барлығы қаралып қалыпты. Іші пысқан күзетші кейін онымен достасып, тіптен сыртқа шығарып сөйлеседі. Бірақ міне мынандай халде. Әзілдің артынан ащы шындық ашылады. Күзеттің отбасы, достары бәрі өмірден озыпты. Кейін күзетте басқа адамдарды іздеу үшін кетем деп келеді. Кеттік десе, жоқ, сен қаласың, сен маньяксың деп, 2 айға жететін тамақ ішің пісса дарға асылып өле сал деп береді. Соңғы мәрте қолыңды берші деп, ол сеніп қалып берсе, есалаң кешір деп, оның мойнын кесіп, босанып, сыртқа шығайын десе, паролін білмей, тек сырттағы дуалдан өту жол қалады. Тендидің ми жағынан сыңары қанша тырысса да, бір кішкентай дуалдан өте алмайды. Іште пароль ашу үшін кезек-кезек сандарды жазып жүріп, жарықта өшеді. Кейін Тенди сияқты жартылай маймылға айналып, өзі өлтірген күзетшіге келіп, кешір, сені өлтіріп, сыртқа шығып маньяк емес екенімді дәлелдегім келген еді деп, супер ақталуын айтып сипаттайды. Өмірден үміті қалмаған еркек дарға асылып өлейін деген сәтінде сырттан дауыс естіп, сигнал беріп қалса, бұл тәнекеңде екен. Көзі жанып, сақалын алып, есікті ашқанда жылтыраған бетпен, "Салам, мен Карлмын" деп серия бітеді. Достар, келесі бөлімдерін көргілеріңіз келсе, лайк басып, просмотрын көбейтейік.